Жұмыстан келіп, қарныңыз қатты ашып тұрған болса, дәл осы тіске басарды дайындауға бар жоғы 5 минут уақытыңыз кетеді. Ең бастысы отбасыңыздың барлық мүшесіне ұнайтыны сөзсіз. Алдымен ыдысымызға осылай 2 дана жұмыртқаны жарамыз. Кейіннен сүт құямыз. Сүт бөлме температурасында бола береді. Кейін үстіне ұнды салып, дәміне қарай тұзды салып, жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Осылай табамызға құямыз. Үстіне кез келген өзіңізге ұнаған көкөністерді салсаңыздар болады. Бұл жерде менде болгар бұрышы, қызанақ, ысталған тауықтың еті. Көк пиязды міндетті түрде салсаңыздар, дәм енді одан да қатты арта түседі. Соңына қарай осылай үкіштен өткізген сырды бетіне сеуіп, қызып тұрған пеште 200 градуста 5-10 минут аралығында пісіріп аласыздар. Міне осымен біздің тіске басарымыз дайын. Дәл осылай бөліктерге бөліп, ыстық күйінде ұсыныңыздар. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Әрине осыны дәмді тіске басардан кейін отбасымызбен бірге отырып шай ішеміз. Біздің таңдауымыз құрамында ешқандай қоспасы жоқ хош иісті кениялық Sunset Champion шайы. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал бізге ас болсын.